Бүгінде жастардың көбі энергетикалық сусындарға тәуелді, жақсы білесіздер, оның жалпы денсаулыққа қандай қаупі бар, кімдерге тұтынуға болмайды деген сұрақтар туындайды. Ендеше біздің студиямызға келген мейманмен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің бас сарапшысы Дана Қасқатаева ханым біздің студиямызда. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай, көңіл-күй қалай? Жақсы, рахмет. Тамаша, енді көп жағдайда осындай уақытта таңда адамдар ұйқысын қандырмаған кезде ұйқыны ашамын, өзіме көңіл күй сыйлаймын деп әртүрлі заттардан қуат іздейді. Ол кофе болуы мүмкін, оның да зиян екендігін мамандар айтып жатады. Бірақ одан да зияны, мамандардың дабыл қағып, қайта-қайта ескертіп жатқаны, ол энергетикалық сусындар. Энергетикалық сусындар адамға несімен қауіпті екендігін тағы да көрермендеріміздің есіне салып өтсек. Әрине, бұл үлкен бір сұрақтардың бірі қазіргі кездегі біздің осы министрліктің тарапынан тағам өнімдерінің қауіпсіздігі, оның ішінде жаңағы энергетикалық сусындардың, тәтті сусындардың, тағы да басқа өнімдердің қауіпсіздігі бақылау мақсатында сатып алу деген тексеріс кезінде жүзеге асырылады. Бұл ретте осы комитеттің, санэпид қадағалау комитетінің аймақтық 20 өңірде облыстық департаменттары бар. Осы департаменттің мамандары сауда орындарындағы барлық тағам өнімдерін, оның ішінде энергетикалық сусындарды сатып алады және сатып алған өнімдерді сараптауға жолдайды. Нәтижесінде қазіргі кезде 30 мыңнан астам тағам өнімдері зерттелді. Оның ішінде 3 мыңнан астам энергетикалық сусын өнімдері де зерттелді. Нәтижесінде қазіргі кезде кеден одағына бірыңғай ереже бар. Сол ережелердің талаптарына сәйкес келмеген өнімдердің 20% анықталды. Ол 20%-дан асқан өнімдердің сәйкес келмейтіндері көбінесе ол импорттық өнімдер, шетелден келетін өнімдер. Ол өнімдердің ішінде сонымен қатар энергетикалық сусынды өнімдер көбінесе бұзушылықтардың анықталуы бұл таңбалауында, зат таңбасында өнімдердің шығарылған күнін, өндірушінің атауын және де мемлекеттік тілдегі ақпараттың болмауы тағы да басқа сәйкессіздіктер және анықталды. Қауіпсіздік талаптары бойынша да және де құрамындағы ақпаратты толық бермеген, тұтынушыны алдау, обман потребителя дейміз ғой, жаңылыстыру деген сияқты тағы да басқа жалпы тағам өнімдері бойынша бұзушылықтар анықталды. Енді энергетикалық сусындарға айта келетін болсақ, әрине жаңағы сіз айтпақшы, ең бірінші ішкен кезде адамға сондай бір ләззат, сезім. Сондай бір жақсы күй сыйлайды. Адам бір сондай бір тез оянып, тез күш қуат алған жағдайда болады. Бұл бірақ өкінішке орай қысқа мерзімге ғана беріледі. Өйткені олай осындай энергетикалық сусындардың өзінің белгілі бір талаптарға байланысты құрамында кофеин болады, таурин болады, тағы да басқа жаңа женщинен сондай бір сергіткіш құрамында заттар болады. Сондықтан олар бір уақытша ғана әсер береді. Неден мөлшерден тыс ішкен энергетикалық сусындарды ол ағзаға кері әсерін әкеледі. Ол жаңағы жүрек қан тамыр ауруларына, асқазан ауруларына және жаңа айтамыз ғой, неинфекциялық аурулар, созылмалы аурулар көп сондай неге зияндары бар. Сондықтан өзінің рұқсат етілген мөлшерінде ішсе энергетикалық сусындарды ол зиян емес. Ал енді кейбіреулер соған тәуелді болып кетеді. Тәуелділікті ол тудырады. Өйткені ойлайды адамдар ішкен кезде, оның ішінде жастар, оның ішінде жаңа жүргізушілер, көлік жүргізетіндер, олай тұтынуға болмайды. Себебі жаңағы айтып кеткендей қан қысым көтеріп жүруі мүмкін, әртүрлі бір жаңағы созылмалы аурулар, әртүрлі бір жаңағы ағзадағы әсер ететін сондай өзінің кері әсерлерін тудыруы мүмкін. Сондықтан энергетикалық сусындарды әрине оны өзінің мөлшеріне қарай тұтынған жөн. Және де осы біздің талаптарға байланысты заңнама, өзіміздің мемлекеттік заңнамаларға, кодексқа байланысты 21 жасқа дейінгі балаларға ішуге болмайды. Және де жаңағы электрондық сату орындарында
болмайды энергетикалық сусындарды. Енді жаңа айтқым, кешірім сұраймын, мөлшерге сай деген кезде мысалы енді біз қазір қарапайым біздің көріп отырған көрермендерге түсіндіре кетейік. Мысалы бір бөтелкеде сатып алдыңыз. Ол күніне осы біреуін ішкен зиян ба, әлде соның бір 4-тен 1 бөлігі бола ма, қанша? Сол тұтыну бойынша бір мөлшерде ішкені ол зиян болмайды. 24 сағатта біреу зиян болмайды. Зиян болмайды. Ал егерде ол дағдыға айналып кетсе, күнделікті, күн сайын бір энергетиктен ішіп тұрса, ол да әркім өзінің денсаулығына өзі жауапты. Сондықтан тұтыну қорабындағы ақпаратқа сәйкес, жаңағы белгілі бір талаптарға айтып отырған жаңа құрамында әркімнің ағзасы әртүрлі ғой, әркім денсаулығы әртүрлі, әркімнің өзінің диагноздар болуы мүмкін, жаңағы аллергендік және де нелер болуы мүмкін, қарама қайшы заттар. Сондықтан өзінің денсаулығына мұқият қарап, қорғап тұтынғанды жаңағы норма бойынша тұтынған дұрыс. Сіз айтып қалдыңыз ғой, енді мысалы құрамы дұрыс жазылмайтын болып келеді деген сияқты. Енді мысалы қазір түр-түрі көбейіп кетті ғой. Енді қарапайым ішкісі келеді. Амал жоқ, күніне біреу болсын жаңа ішкісі келетін азаматтар бар, ол түсінікті жағдай. Бірақ соны артындағы құрамында оқыған кезде қандай, қайсы затты көріп бірден бас тарту керек? Ол энергетикалық сусындар, әрбір тағам өнімдері болсын, энергетикалық сусындар болсын, тәтті сусындар болсын, әрбір тағам өнімдері айналысқа, нарыққа кіретінен бұрын ол қауіпсіздігі мен сапасын растайтын құжатпен кіреді. Айтамыз ғой, декларация соответствия дейміз, декларацияменен кіреді. Сондықтан ол өнімнің өндірушісі ол өнім сапалы, қауіпсіз емес деген куәлік береді. Сондықтан ол және де осы бірыңғай ереже айттық қой, кеден одағы бойынша құрамындағы жазылып тұрады. Қандай ішіне нелер кіреді, ингредиенттер кіреді. Сондықтан жаңағы әртүрлі тұтынушының, әртүрлі адамдардың өздерінің қандай аллергиясы бар, қандай құрамында. Әрине міндетті түрде заттаңбаны оқу керек, сосын құжат сұрау керек, сапасы мен қауіпсіздігін растайтын. Содан кейін жаңа құрамында көрсетілген талаптарға сәйкес тұтынған дұрыс. Жақсы, енді бізде нарықта, дүкенде тұрған заттардың барлығы сатылғаннан кейін қауіпсіз деп айтқанымызда дұрыс емес. Сіз дұрыс айтасыз, әр адам өз денсаулығына өзі жауапты. Таңдау жасайтын өзіміз. Дегенмен, мысалға темекі секілді өнімдерде үлкен жазумен жазылып тұрады. Бұл өнім сіздің денсаулығыңызға зиян. Тұрақты түрде қолданатын адамдарға оның алдында қандай аурулар, асқынулар болуы мүмкін екендігін көзбен көре алады. Ал енді энергетикалық сусындарға келер болсақ, адамдар өз-өзіне жауапты, өз денсаулығына өз жауап береді, өз таңдау жасайды. Дегенімен, жалпы адам баласына ортақ зиян заттар бар. Мысалға, энергетикалық сусындардың құрамында қанттың мөлшері өте көп. Қандай дені сау адам болса да, мөлшерінен тыс қант қолдану ол өте зиян ағзасына. Оның ішіне кофеинді айтып жатырмыз, тауринді айтып жатырмыз. Жүрек қан тамырлар жүйесіне артық, шамадан тыс күш береді, уақытша ғана. Одан кейін мүлде басқа әсер. Одан кейін бүкіл ағзасы әлсірейді. Ол адам 100% сау болса да, сол саулықтан айырылудың нағыз жолы осы. Тұрақты түрде энергетикалық газдалған сусындарды тұтыну. Енді оның қауіптілігін тұтынушы қаншалықты түсініп жүр? Мысалға, кез келген адам дүкенге келіп, міндетті түрде оның құрамында не бар екендігін оқиды деп айта алмаймын. Және оқығанның өзінде түсінеді деп те айта алмаймыз, Өте дұрыс айтасыз. Әрбір тұтынушы дүкенге келген кезде бірнеше өнім сатып алады ғой. Әрбір өнімнің нақты құжатын бер деп кейбіреулерді сұралмайды. Сондықтан жаңа айтып кеттік қой, өнімдерді сатып алған кезде міндетті түрде заттаңбаға қарау керек. Қазіргі кезде халықты ақпараттандыру мақсатында біздің осы денсаулық сақтау министрлігінің санэпидтік қадағалау комитетінің ресми сайтында сәйкес келмейтін өнімдердің тізімі бар. Ол өнімдер 2015 жылдан бастап ол тізім енгізілген. Оның ішінде қай өнім, қай дүкеннен алынды, қай кезде, қандай талаптарға сәйкес келмеді, қандай оларға шектеулер қолданылды, қай дүкеннен крупный жаңағы айтамыз ғой, крупный үлкен дүкендерден, және ауладағы дүкендерден болсын, қай жерден болсын, қоймалардан болсын алынған өнімнің атауы, өндірушісі,
қай күні қай кезде сәйкес келмеді, қандай талаптар сәйкес келмеді, сол арқылы сайтта онымен қатар енді көп адамдар сайтқа да кірмеуі мүмкін ғой, сондықтан мобильді қосымша бар, Вайпын деген. Сол жаңағы мобильді қосымша арқылы, штрих-код арқылы әрбір өнімге штрих-кодына апарса, жаңағы Вайпынды приложение дейміз ғой, қосымша. Сол бойынша тікелей жаңағы біздің комитеттің сайтындағы реестрға сәйкес келмейтін әкеледі дағы. Сол кезден жаңағы боржомый өнім болсын, энергетикалық сусын болсын, әрбір бір жаңағы сүт өнімдері айтамыз, балалар тағам өнімдері, жалған өнімдер, оның ішінде жаңағы ДНК қосылған, халал өнімдер құрамына жаңағы шошқа ДНК-лар анықталған, немесе ГМО қосылған өнімдер болсын, қауіпті өнімдер болсын, оның ішінде жаңағы құрамында бояғыштар алынған, жаңағы шәй өнімдер, шәйдің ішінде заттың басында көрсетілмеген, бірақ шәйдің түсін әдемі қылатын, дәмін әдемі қылатын, тыйым салынған жаңағы бояғыштар, красительдер дейміз ғой. Жалпы сондай зиянды, қауіпті табылған нәтижелердің бәрі осы жаңа реестр сәйкес келмейтіндердің тізімінде. Одан кейін сонымен қатар қай өнімдерге бірнеше рет осы біздің нарықта бірнеше мәрте анықталған жаңа жосықсыз өнімдер, нормативтерді, ережелерді сақтамайтын өнімдерге кімдерге шектеулер қойылды, елімізге кіргізуге болмайды. Қайсысы осы біздің неде жаңағы граница дейміз ғой, сол кезде бізде шекарада усиленный жаңағы күшейтілген тексерісте тұр, қай елдің өнімдері тұр, қандай өнімдер тұр, тағам өнімдерінің ішінен барлықтар толық ақпараттар келтірілген, оның бәрін атап қазір айтып эфирға. Қосымшаның атауы? Қосымшаның атауы мобильный қосымша Вайпын. Ал егер де осы талаптар бұзылса, жауапты адамдар қандай жазаға тартылады? Қазіргі кезде жеделден қолдану шаралары бар. Айтамыз ғой, мера оперативного реагирования деп. Қазіргі кезде осы энергетикалық сусындарға қатысты 1000-жарымнан астам жеделден тыс шаралар қолданылды. Оның ішінде өнімді сәйкес келмейтін сатылымын алып тастау, жаңағы айыппұлдарды қолдану, және де оның әкелуі жеткізушісі контрагенттеріне. Елімізге ол құжатпен келді, құжатпен расталынады, сапалы, қауіпсіз деп жеткізуші әкеледі біріншіден, жеткізушіге қатысты және де тексерістер жүргізіледі. Бұл енді айтамыз ғой, жаңағы расследование деп. Сөйтіп ол өзінің түп тамырына жетпейінше кім әкелінді, қай дүкенге әкелінді, қанша көлемде әкелінді. Мысалы айтсақ, Астанаға әкелді, дүкендерге ол тек қана Астанаға әкелінбейді өнімдер. Қазақстан әрбір өңірінде. Сондықтан осы комитеттің аймақтық жаңағы департаменттері 20 облыстық, оның қалалық нелері бар, басқармалар бар, қаланың аудандық басқармалары бар. Бұл дегеніміз жаңағы недегі айналымдағы барлық өнімдер міндетті түрде тексерістен жүргізіліп отырады. Соның нәтижелері осы біздің сайтта. Енді Дана ханым, бізде тікелей эфир болғаннан кейін уақыт аз. Сол себепті біздің бір қорыта айтқан кезде түсінгеніміз, ең басты кезекте әр адам өз денсаулығына өзі жауапты. Ең алдымен сіз толыққанды өзіңіздің денсаулығыңызды тексертіп алып барып, одан кейін сізге жалпы бола ма ол сусынды күніне бір рет болсын ішуге деген сұраққа жауап алсаңыз, одан кейін барып, әрине енді энергетикалық сусынсыз мүлдем былайша айтқан кезде өзін іштей өмір сүре алмаймын дейтін азаматтар бар ғой. Сондықтан соларға міне қосымша ақпарат беріп отырсыз. Оның өзі диагноз. Егер де сондай тәуелділік байқасаңыз, өзіңізде міндетті түрде дәрігерге барып тексерістен өтіңіздер. Шынымен де денсаулықтан асқан бізде байлық жоқ. Сондықтан да өз денсаулығымызды өзіміз күтейік, қуатты, сау болайық.